Ассаламу алейкум, каналыма қош келдіңіздер. Баршаңызды Рамазан айының келіп жетуімен шын жүректен құттықтаймын. Бүгін сіздермен бірге ауызашарға дастархан дайындаймыз. Ыстық тағамнан манты, тәттілерден балалық шақтың дәмі есімізге түсетін муравейник және де қайнатуды қажет етпейтін өте оңай салат жасаймыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыз. Ең бірінші ыстық тағамымыздың қамырын дайындаймыз. Ол үшін жылы су, үстіне тұз қосамыз, бір жұмыртқамызды қосамыз. Осының барлығын шанышқы немесе қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Жақсылап барлығын араластырып болғаннан кейін үстіне алдын ала електен өткізген дайындап алған ұнымызды салатын боламыз. Осылайынан мен аз бөлшектен салып, венчикпен араластырып отырдым. Тура осылайынан жасасаңыздар болады. Сол кезде сіздердің қамырларыңыз жұмсақ және де ұнын немесе суын көп құйып қоймайсыздар. Міне осылайынан венчикпен араласқанға дейін араластырамыз. Одан кейін қолымыздың көмегімен қамырымызды елеп аламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Қазір бетін жауып шамамен 5-10 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін біз қазір салмасын жасауға кірісеміз. Ең бірінші алдын ала турап алған ұсақтап пиязымызды саламыз. Одан кейін үстіне тұз саламын дәміне қарай және де қара бұрыш саламын. Енді осының барлығын қолымыздың көмегімен қатты қысамыз. Сол кезде бізде пияздың соғы шығып, мантымыз сочный күшті болып шығады. Одан кейін біз үстіне тартылған етімізді, яғни фаршымызды саламыз. Ұсақтап тураған картопымызды саламыз. Картопты да ұсақ қылып турадым және де сәл кішкене күнбағыс майын қосамыз. Енді осының барлығын жақсылап тұрып, қолымызбен көмегімен араластырып аламыз. Егер де фарштарыңыз кішкене майлы болса, күнбағыс майын қоспасаңыздар да болады. Салмамыз дайын, қамырымызда сәл уақыт тұрды. Енді қазір қамырдың ортасынан екіге бөліп, осылайынан міне қамырымды дайындайтын боламын. Қамырымызды оқтаулап аламыз. Ол үшін менде қараңыздар, міне осындай жұқалықта болды. Ар жағынан біздің міне қолымыз көрініп тұратындай болу керек. Қатты қалың керек емес. Мен қазір дөңгелек манты жасайтын боламын. Ол үшін маған бокал немесе қарапайым үйдегі үлкен кесені қолдансаңыздар да болады. Осылайынан қойып дөңгелек формасын сызып аламын. Міне қараңыз, осылай дөңгелек манты жасайтын боламыз. Қазір соңында қалай тию керектігін де көрсетемін. Немесе төртбұрыш қылып жасасаңыздар да болады, бірақ та осы дөңгелек жасасаңыздар ерекше болып шығады. Міне барлығын кесіп алдым, дөңгелетіп. Енді ортасына қазір барлық осы қамырларға салмасын салып шығамын. Одан кейін сіздерге қалай тию керектігін көрсетемін. Қараңыздар, ішкі жақ бөлігінен бастайсыздар, ұшын осылай қысып алып, одан кейін оң жағын, сол жағын осылай жіберіп отырып, осылайынан қысып түйіп шығасыздар. Бұл ең оңай түйілетін әдіс және де осы тию бойынша түйсеңіздер, сіздерде мантылардың түрлері өте ерекше болып шығады. Қараңыздар, міне осындай әп-әдемі мантының тию әдісі. Қазір сіздерге тура осылайынан екіншісін жасап көрсететін боламын. Тура осы әдіс бойынша біз барлық мантыларымызды түйіп шығамыз. Міне біздің барлық мантылар дайын болды. Енді қазір мантоварканың листінің астына күнбағыс майын жағып, мантылардың арасына ашып осылай орналастырып шығамыз. Міне біздің суымыз қайнады. Енді мантымызды орналастырамыз. Максималды оттың қызуында 30-35 минут пісіреміз. Піскенге дейін тәттімізді дайындайтын боламыз. Ол үшін електен өткізілген ұнымызды саламыз. Бөлме температурасындағы тұрған сары майды салдым. Енді қазір осылай қолымыздың көмегімен ұнтақтап шығамыз. Егер де майларыңыз қатып тұрған болса, үкіштен өткізіп алсаңыздар да болады. Міне толықты ұнтақ жасап шықтым. Енді қазір үстіне бір ас қасық қопсытқыш саламын және де қант салып, осының барлығын қайтадан жақсылап тұрып араластырып аламын. Толықтай барлығын араластырып болғаннан кейін қаймақ қолданамын. Қаймақ 15-20% немесе 30% қолдансаңыздар болады, ешқандай айырмашылығы жоқ. Қаймақты салып, міне осылайынан қайтадан жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің ұнтағымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте оңай жасалады. Енді қазір осылай духовканың өзінің формасы, яғни төртбұрыш жалпақ формаға осылайынан міне жайып орналастырып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Оған дейін біз кремін дайындаймыз. Вареная сгущенка және де бөлме температурасындағы тұрған сары майды салып, миксермен жақсылап тұрып араластырамыз. Міндетті түрде бөлме температурасында болуы керек. Міне креміміз дайын және де біздің ұнтағымыз да пісіп қалды. Қараңыз, осындай жұп-жұмсақ болады. Сәл салқындатып алыңыздар. Осылай қолмен үгітіп шығасыздар. Біздің осы муравейниктің қамыры жұмсақ болғандықтан өте оңай үгітіледі. Міне барлығын үгітіп алдым. Енді қазір үстіне дайындаған кремімізді құямыз.
Кремімізді салып, жақсылап тұрып, лопаткамыздың көмегімен барлығы толықтай араласқанға дейін араластырып аламыз. Егер сіздер қаласаңыздар, формасын торт сияқты қылдырып қойсаңыздар да болады, дөңгелек форма жасап, немесе мен сияқты ұсақ-ұсақ, кішкентай осы дөңгелек шар тәріздес форма жасаңыздар болады. Маған өзіме осындай кішкентай форма жасаған ұнайды, өте ыңғайлы, дастарханда да әдемі көрінеді. Міне муравейник та дайын болды. Енді қазір біз салат жасап тастаймыз. Алдын ала соломка қылып тураған қиярымызды саламыз, жүгері, яғни кукуруза консервіленген, және де сиыр саламыз. Осының барлығының біз қазір қаймақпен араластырамыз, немесе майонез қоссаңыздар да болады. Дәміне қарай сәл кішкене тұз қосамыз, енді барлығын араластыра саламыз. Бұл бізде өте оңай салат, қайнатып ештеме керек емес, барлығы дайын заттардан дайындалады. Енді қазір біз салатты араластырып болдық, ыдысымызға салып, үстіне қазір біз керешки, яғни сухарики салатын боламыз. Сухарикті міндетті түрде дастарханға ұсынбас бұрын ғана үстіңгі бөлігіне салыңыздар, әйтпесе ерте салып қойсаңыздар езіліп кетуі мүмкін. Міне біздің салат та дайын болды. Бізде бүгін сонымен ауызашарға манты дайындадық ыстық тағамға, муравейник дайындадық және де салат дайындадық. Егер сіздерге видео ұнаған болса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, және де келесі видеоларымды өткізіп алмас үшін қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.